ақш неге Қазақстан секілді қаруды қатаң шектемейді? Себебі америкалықтар әуелі мемлекет құрып, содан кейін ғана халыққа қару ұстауға рұқсат берген жоқ. Керісінше, олар мемлекеттің қолында қаруы бар қоғам болып құрды. Қару иелену дәстүрі ақштың өзінен де көне. Біріншіден, алғашқы қоныстанушылар тұрақты әскер мен полициядан жырақ өмір сүрді. Қару аң аулауға, елді мекендерді қорғауға және жасақ құрамында соғысуға қажет болды. Тәуелсіздік үшін соғыстан кейін америкалықтар тұрақты әскердің күшеуінен қауіптенді. Өйткені орталық билік озбырлыққа ұрынса, қарулы халық оған қарсы тұра алады деген түсінік қалыптасты. Сондықтан 1791 жылы қару сақтау және алып жүру құқығы ақш Конституциясының екінші түзетуінде бекітілді. Екіншіден, Америка ұлан ғайыр аумақты игеру кезеңінен өтті. Жаңадан қоныстанған аймақтарда сот пен полиция жүздеген шақырым қашықта орналасуы мүмкін еді. Мұндай жағдайда адам өз қауіпсіздігін өзі қамтамасыз етуге мәжбүр болды. Әрине, кейін вестерн фильмдері бұл дәуірді әсірелеп аңызға айналдырды. Бірақ қаруға арқа сүйеу дағдысы қоғамға сол кезеңде сіңіп кетті. Үшіншіден, соғыстар елдегі қару санын үнемі көбейтіп отырды. Тәуелсіздік соғысы, азамат соғысы, батыс аумақтарды игеру, екі дүниежүзілік соғыс. Осымен қатар аса қуатты қару-жарақ өндірісі қалыптасты. Кольт, Винчестер, Ремингтон секілді компаниялар қаруды қымбат қолөнер бұйымынан көпшілікке қолжетімді тауарға айналдырды. Төртіншіден, қару америкалықтардың еркіндік туралы түсінігінің бір бөлігіне айналды. Өз қауіпсіздігіме өзім жауап беремін деген қағидат бар. Кейін ақш жоғарғы соты үшінші түзетуді тек халық жасағына қатысу құқығы емес, адамның өзін қорғау үшін қару иелену құқығы деп түсіндірді. Дегенмен қаруды алып жүру тәртібі әр штатта әртүрлі. Тағы бір маңызды мәселе. Қалыптасқан жағдайды кері өзгерту өте қиын. Халықтың қолында жүздеген миллион қару бар кезде, оны жаппай тыйып тастау оңай емес. Мұндай қадамға Конституция, сот жүйесі, штаттардың дербестігі, қару өндірісі, ықпалды мүдделі топтар және қаруды өзінің ажырамас құқығы санайтын миллиондаған сайлаушы кедергі болады. Ал Қазақстан мүлде басқа тарихи жолмен қалыптасты. Патшалық Ресейде, кейін Кеңес одағы да қарулы күш қолдануды мемлекеттің айрықша құқығына айналдырды. Тәуелсіз Қазақстан осы құқықтық әрі әкімшілік жүйені мұраға алды. Бізде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мемлекеттің міндеті. Ал азаматтың қару иеленуі арнайы рұқсатты қажет